Қайырлы күн барлықтарыңызға. Дәл қазір қауынның сезоны басталды. Қауындардың барлығы өте дәмді болып пісіп шықты. Дәл осы қауындарды қысқа банкіде сақтайтын боламыз. Видеоның соңына дейін асықпай қараңыздар. Алдымен өзіңіз ұнататын кез келген қауынды қолдана берсеңіздер болады. Қауынның сырты таза болу үшін 2-3 қайтара тазартып жуамыз. Және одан кейін қауынды құрғатып аламыз. Екі шетін кесіп тастаймыз. Және дәл ортасынан видеода көрсеткендей етіп кесіп аламыз. Ішіндегі дәнектерінен тазартып аламыз. Қауынды таңдаған кезде барынша піскен түрін таңдасаңыздар болады, және сырты қатты болу керек, ешқандай босаған түрі болмайды. Қауынды тазартып алдық. Енді осы қауындарды бөліктерге бөліп шығамыз. Өте қатты жұқа қылмай, орташа көлемде қалыңдықта турасаңыздар болады. Барлығын дәл осылай кесіп, алдын ала дайындап аламыз. Бір қауыннан сіздер 3 банка жапсаңыздар болады. Мендегі қауын 3 килограммдық қауын, сондықтан да 3 банка жапсаңыздар болады. Алдын ала банкымызды суға булап аламыз. 2-3 минуттай ғана буласақ сол жеткілікті. Енді туралған қауындарды біртіндеп жайғастырып шығамыз. Егерде қауындарыңыз ұзындау болса, кішкене бір шетінен кессеңіздер болады. Мен қазір 2 литрлік банка қолдандым. Егерде қауындарыңыз ұзын болса, 3 литрлік банка қолдансаңыздар да болады. Бірінші банкамызды жайғастырып алдық. Енді келесі банканы да дәл солай қауындарды біртіндеп жайғастырып шығамыз. Қауындарымыз дайын. Енді дәл осы қауындардың үстіне қатты қайнап тұрған суды айналдырып тұрып 2 банкіге бөліп құйып шығамыз. Біздің суымыз қатты қайнап тұру керек. Енді банкының қақпақтарын жауып 5 минутқа қалдырамыз. 5 минуттан кейін алып, ішіндегі суды төгеміз. Бұл су бізге керек емес, төгіп тастаймыз. Екінші банканы да дәл солай суын төгіп тастаймыз. Енді осы қауындарымыздың үстіне 5 ас қасық қант саламыз. Келесі банкіге де дәл солай 5 ас қасық қант саламыз. Біздің қауындарымыз дайын. Дайын болған қауынның үстіне қайнап тұрған ыстық суды айналдырып тұрып, асықпай құйып шығамыз. Барынша суды толтырып құямыз. Енді банкының крышкаларын қойып, банка жапқышпен жауып тастайтын боламыз. Ешқандай артық уақытта алмайды, жылдам жасалады. Бүгінгі біздің банкілеріміз. Екінші банканы да дәл солай жауып тастаймыз. Негізі бір қауыннан 3 банка дәл осындай қауын жапсаңыздар болады. Қанттарын азғантай ерітіп аламыз. Осымен біздің банкілеріміз дайын болды. Ешқандай бетін жаппаймыз, банканы төңкермейміз, дәл осылай сақтаймыз. Суы салқындағаннан кейін өздеріңіз сақтайтын жерге қоя берсеңіздер болады. Ешқандай атылмайды, ешқандай дәмі бұзылмайды. Егерде қорқатын болсаңыздар, 1-2 ғана банка дәл осылай жасап көрсеңіздер болады.